кезекті сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ бізде теңсіздіктерді дәлелдеу әдістері. Бізде ол тақырыпқа 3 түрлі тәсіліміз бар. Бірінші тәсіл бізде теңсіздікті анықтау, теңсіздіктерді анықтамасы арқылы дәлелдеу. Ол дегеніміз қалай? Мысалы алатын болсақ, А азайту Б үлкен нөлден. Және біз бұны теңсіздіктің оң жағына түзетін болсақ, осыған алып келеміз. Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Б-ның А-дан кішкентай екенін, А-ның Б-дан үлкен екеніне көз жеткіземіз. Ол бірінші тәсіл осылай. Екінші тәсіл кері жору тәсілі. Кері жорамалдау тәсілі дейміз ба? Бұл деген қалай? Мысалы, x квадрат үлкенге тең нөлден деген бізде бір теңсіздік бар. Ал бұны біз кері жасаймыз. Осыны дәлелдеу арқылы біз мынаның дұрыс екеніне көз жеткізсек болады. Мысалы, мына жерде x-ің орнына біз 0-ді қойып көреміз. 0 тең 0-ге. Шынымен тең 0-ге. Біз теңдік мәселесі орындалып тұр бізде. Дұрыс па? 0 тең 0-ге. Дұрыс. Енді біз x-ті мысалы -2 деп алайық. X тең -2-ге. -2 бізде квадратталып 4 болады. Мына амал бізде қалай? Дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. 4-іміз бізде 0-ден ешқашан кішкентай болмайды. Квадраттан әрқашан теріс сан оң санға айналады. Сондықтан мына амал бізде қате. Сондықтан мына теңсіздіктің дұрыс екеніне көз жеткіземіз. Ал бізде үшінші тәсіл. Тірек теңсіздіктерді қолдану арқылы дәлелдеу. Біз бұл тәсілді қашан қолданамыз? Біз бұл тәсілді арнайы 100% дұрыс теңсіздіктер арқылы дәлелдейміз мысалы. Мысалы, мына теңсіздік бізде 100% дұрыс. Әрқашан жаңағы айтқандай, әрқашан минус сан болсын, оң сан болсын, бұдан оң сан шығады, дұрыс па? Ол әрқашан 0-ден үлкен немесе тең. Осы секілді тірек теңсіздіктерді қолданамыз. Ал тағы да бір мысал келтіретін болсақ, мысалы А квадрат плюс Б квадрат үлкенге тең 2АБ. Дұрыс па? Бұны біз 2АБ-ны теңсіздіктің сол жағына түземіз. 2-АБ плюс Б квадрат үлкенге тең 0-ден. Оған әлі біз көзіміз нақты жетпейді. Біз бұны мына өрнекті ақшамдаймыз. Жақшаға жіктейміз. А квадрат Б сыртына квадраты 0-ден. Енді достар, мына жерден біз осы теңсіздікті қолдану арқылы 0-ден үлкен екенін көзіміз жеткізсек болады. Әрқашан жақшадан бізде жаңағы айтқандай оң сан шығады. -2 шықты дейік. Квадратталып 4 шығады, әрқашан 0-ден үлкен болады. Ең кемі дегенде 0 шықса, ол оған тең болады. Бұл тірек теңсіздіктер қолдану арқылы, осындай теңсіздіктерді қолдану арқылы басқа теңсіздіктерді дәлелдесек болады. Ал достар, енді мысал есепті шығарамыз. Бірінші есебіміз бізде А, жақшаның ішінде А қосу Б үлкеніне тең АБ-ға. Біз бір тәсілді қолданайық. Мысалы, кері жору амалын. Не істейміз? Мына амалды біз қате деп не істейміз? Қате дейік. Оның орнына А плюс Б кіші АБ-ға теңсіздікті ауыстырамыз. Не істейміз енді? Жақшаны ашамыз. А квадрат плюс АБ осылай АБ-ға. Ұқсас мүшелерін бір-біріне қысқартамыз, немесе қосамыз. Біздің жағдайда қысқарту. АБ мен АБ қысқарады, сонда А квадрат кіші 0-ге. Бұл бізде тірек теңсіздігі қате. Бізде қалай еді? А квадрат әрқашан үлкеніне тең 0-ге. Сондықтан мына теңсіздіктің дұрыс екеніне көз жеткіземіз.
Ал оқушылар, келесі есеп бізде 6x азайту 1 жақшада жақша ашамыз. X плюс 2 кіші жақшада 3x плюс 4, 2x плюс 1. Бірінші амал бізде жақшаны ашып аламыз. 6x квадраты 6x 2-ге бөлеміз, плюс 2x минус 1x бөлсек минус x минус 2 теңсіздік белгісі 3x пен 2x өткен 6x квадрат 3x пен 1 плюс 3x қосылған көбейтеміз 4 пен 2x-ті 8x қосылған 4. Достар, келесі назатарға ұқсас мүшелер қосшырек бір-біріне. 11x азайту 2 6x квадрат қосылған 11x плюс 4. Біз не көріп тұрмыз? Бұл жерде бір-біріне ұқсас мүшелер бар екен. 6x пен 6x қысқарады. 11x пен 11x қысқартамыз. Сонда бізде минус 2 4-ке теңсіздік орын алды. Ал оқушылар, келесі есеп бізде үшбұрыштың әр қабырғасы оның жарты периметрінен кем болатынын дәлелдеңдер дейді. Кішігірім бір елестейік. Бізге тік бұрышты үшбұрыш берілсін. Мына жер 90 градус әрине. Қабырғалардың 5, 4, 3 деп алсақ. Дұрыс қой, 16 қосу 9 тең 25-ге. Бізде мынау нәрсе әрқашан есте болсын. Ана формула. Үшбұрыштың бір қабырғасы, мысалы С дейік, кіші келесі екі қабырғасының қосындысына А қосу Б. Ол мәселе тағы А-ны айтайық. С-ның бұны қосындысына айтайық. Осы секілді. Мысалы қараңыздар, С бізде 5-ке тең. 5 кіші 4 пен 3-дің қосындысына. Дұрыс па? 5 кіші 7-ден. Ал енді осы есепке оралатын болсақ, біз осы бір мысалды алайық. А қосу Б. Екі жағына да С-дан қосып желейік. 2С кішіне тең А қосу Б плюс С. Бұна С-ның екісін теңсіздіктің келесі жағына бөлуге өткіземіз. А қосу Б қосу С бөлінген 2-ге. Бізде теңсіздік орындалды. Ал оқушылар, тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Арнаға тіркеліп, лүпіл басып, келесі видеоны күтіңіздер.